Және Нұрдәулет мырза, таныстық жалғасып жатыр, ал қай жағынан жалғасып жатқанын енді өздеріңізден сұрасақ. Нұрдәулет мырза, жарнамаға дейін сөз өзіңізде қалған еді. Бізде таныстық негізі жақсы болып бастады, жақсы болды. Ортадағы жаңа жылағаннан басқа. Бізде негізі жақсы. Одан кейіннен мен Индираның мамасынан кешірім сұрағым келіп жатыр. Негізі маған реніші көп болды деп өзінің аузынан негізі шығып қалды. Саған реніші көп. Бұл сенің қызыңа әке боламайды деген сияқты өкпесін айтқан екен. Егер көріп отырған болса мамасы, мен одан қатты өкініп кешірім сұраймын. Егер қатты ауыр сөздер айтқан болсам, егер де сіздің енді әркім баласы өзіне қандай жақсы керемет қой, бірақ мен сізден қатты кешірім сұраймын. Егер мен де білместік өткен болатын болса, бізде негізі таныстық өте жақсы өтті. Жаңағы менің суббота күні жолға алмай қалғаным денсаулығыма байланысты болды. Мен оны Индираның өзіне түсіндіріп айттым. Бізде бәрі былайна негізі шыны керек қатты бір-бірімізге тартылыс болмаса да былай болды, танысқымыз келді. Бірақ ештеңе шыққан жоқ. Одан кейіннен жаңа Индира сен өзің аузыңнан шығып қалды ғой. Сендер кемсітіп атсыңдар деп. Кемсітіп? Иә, бүгін менің өмірімді кемсіткен адам, кезекте сол мені кемсіткен адам. Да, мысалға үшін, қайсыңыз кемсітіп ат? Менің үміткерімді кемсітіп атсың деп өзің айтылған нәрсе ол. Мені кемсіткен ертең кезекте сіздер тұрсыздар. Мен табиғатымды өзгертемін деп 2 жыл, шыны керек, мына жүрісіме, мына даусымды өзгертемін деп 2 жыл әрекет жасадым. 2 жыл әрекет жасадым. Қолымнан келген жоқ. Ақырында көндім. Себебі көнгеннен кейін мен өз-өзіме негізі шыны керек өз-өзіме қол жұмсағам. Негізі да, менің жүрісім неге өзгермейді, неге мен даусым? Таблетка, тренировка, бәріне бардым. Сонда менің 2 жыл алыстым, бірақ дым шықпағаннан кейін, қош, уже мені былай кетіп атқанда кемсітеді. Адамдар бүйтіп шошитып қарайды деген нәрсеменен өзіме қол жұмсадым. Одан кейін мені қалай бармын? Менің табиғатым бұл, жүрісім, кемсітудің қажеті жоқ. Мені кемсітудің қажеті жоқ. Бірінші сіздер кемсітпес алдын, менің киген аяқ киімді сіздер киіңіздер. Мен жүрген жолмен жүріп көріңіздер. Одан кейін барып біреуді кемсітесіз. Бұл жерде қатысушылар демейін, былай өмірде де бар ғой, кемсітетіндер. Өздерің сондай кемсізсіңдер. Шыны керек, сондай кемсізсіңдер. Мені кемсітесіңдер, бірақ сендер өздерің кемсіз екендерін білмейсіңдер. Индира, одан кейін бар ғой, қатты мен жаңа оны мысалға үшін қатысушылар айтқан жоқ. Кемсітесіңдер деген нәрсені, біз сені кемсітеміз деген нәрсе ол айтқан жоқ та, оны өзің. Мүмкін сен өзің мені кемсітіп, дұрыс андай қылмаған шығарсың. Екіншіден, мені бір көрдің, шымылдықтың ар жағында отырып, екеуміз екі жақта отырып бар ғой, шымылдықтың ашылмай жатып, менің даусымды естің да, бұл қош, өзіңде сондай түйсік не алған шығар, өзіңде ойыңда сонда қап кеткен шығар, қоя қой, бұл бәрібір болмайды деген нәрсе болған шығар, бірақ мен мықтымын да, мен ештеңкеге берілмеймін, құладым екен деп жатпаймын, сүріндім екен деп шалынып қалмаймын. Бәрі, мысалға үшін да, бәріңіз бір сыннан өткенсіздер, бәріңіз өйстіп отырған жоқсыздар. Мысалы, бәріңіз бір керемет жағдайда өмір сүріп жатқан жоқсыздар. Біреудің өміріне қызықпа, сен білмейтін ішінде бір қайғысы бар дейді. Бұдан кейін мені кемсітті. Одан кейін ер жігіт, Индира, сен өзің айтасың да, сырттағына, қазір айтып жатсың, енді қайтып қозғамашы деп ше? Қайтып қозғамашы деп рекламада, жарнамада. Сен сыртта болып кеткен нәрсені осы жерде қозғайсың, мен осы жерде болған нәрсе қозғамашы дейсің. Ер жігіт, жарылған, жүрегің жарылып кетсін да, сен маған көрсеткен екенсің ол нәрсені. Айтшы, не ол? Мынау уже екінші өтірік та мынау ше. Кім айтып жүр саған? Мен саған ештеңе көрсеткен жоқпын. Жаңа сөзіңді айтып отырсың ғой сен, кемсіткендердің өздерің очередте тұрсыңдар деп. Мен лично сен еш уақытта кемсіткен де емеспін, ондай нәрсе саған көрсеткен де емеспін. Саған да көрсеткен емеспін. Мен өз шындығым өзімде. Өйтіп өтірік сөзбен бүйтіп қара күйелерін жақпай қойып сөз айтамын. Индира, енді саған көрсеттім дедің ғой, енді айтшы. Ханым, ол дүниені мен айттым ғой, көрген кезде ол дүние шынымен
кемсіту ол жалғыз маған қатысты емес қой, мен бір өзім келе жатқан жоқ, мен үміткермен келе жатырмын. Мен сразу түсіндім, ол кімге қатысты болып келе жатқан. Ер жігіттердің арасынан тарапынан ондай дүниелер де айтылып жатты. Сол үшін жігіттер бұл жерде қоя салсаңдар, біз жай ғана таныстық туралы айтсақ, Диана ханым. Енді Индира ханым әу баста бұл тақырыпты қозғаған бастаған өзіңіз ғой. Өйткені мен білемін, оны өткен Нұрдәулет те оны бастап айтар еді. Мен бастамасам да Бірақ мен үміттенген едім, біреу көрсе, онда сіздің сөзіңізге сенуге болатын еді. Бірақ ешкім бұл жерде көрдім деп растап отырған жоқ. Ер жігіт жоққа шығарады, ал сіз мен өзіме 100% сенімдімін. Ол әрекет, ол ерсі қылық болды дейсіз. Екеулеріңізге де сенбейміз. Диана ханым, мен айтып отқан жоқпын, маған сеніңдер деп. Мен енді ол жерде тұра салып, настроением құрта салып, үміткерім жанында тұрып алып, ебіл-дебіл шығып жыламаймын ғой. Өзі көрді, шошып кетті даже. Неге жылап жатсың? Не болды деп мені әрең тоқтатты. Магазинге барды, су алып берді. Просто мынандай да адамда кішкене көп нәрсені өзіне алып қалады, кейбір нәрселерді. Мен оны дүниелерді айта бермеймін бұл жерде. Қазір мен оны айтпағанда, Диана ханым, оны Нұрдәулет те айтар еді. Осы жерде шыққан кезде Индира ханым жылады, неге жылады, соны түсіндірші деп, бұл Нұрдәулеттің өзі сұрар еді. Жоқ, Индира ханым, мынандай мәселеде бұл жерде бағана бері не үшін шырылдап менің тарапыма қарай кене ұқсап жабысып қалды десем, менің тарапыма қарай айтып отқан нәрсеңіз, мен өзіме сенімдімін конкретно, сіз өтірік айтып отырсыз. Просто сіз өзіңіз жаңа үміткеріңіз айтты ғой, кемсіткен адам ол дұрыс емес адам деп ше. Бірінші кемсіткен өзіңізсіз негізі. Мына асханада, Назгүл тетенің асханасында тұрған кезде не деп кемсіткеніңізді мен айтпай қойын қазір. Осы жерге қоя сал. Иә, көрдіңіз ба мені? Көрдім ба міне, тағы да өздерің бастап келе жатсыңдар. Өзіңіз кемсіткен. Өздерің Қазір тоқта, ер жігіт айтпай қоямын деген нәрсе жоқ. Сен айт, сен уже шықты ма, мені не деп кемсітті Индира? Индира, сен айт, маған не деп көрсетті мені кемсітетін жағдайда? Айтсаңдаршы, ақыр сендер бірін-біріңе қатты айтасыңдар, қатты шындықпен шырылдайсыңдар. Шынайы бағдарлама деп соншалықты шырылдайсыңдар. Қаяқтан сонда шындықтарың? Жүректеріңде соншалықты әлемдерің, ақиқаттарың кәні? Соншалықты шырылдайсыңдар. Менің намысыма, менің өміріме қатысты ма? Сен де айт. Столовыйда не айтылды? Сен де айт. Сол сөзді. Сіз кішкене сабыр етіңіз, қатты білгіңіз келіп тұр ма негізі? Қатты білгім келеді. Онда мынандай ғой, ол жерде жалғыз мен ғана тұрған жоқпын. Кім? Гүлназымдер ма? Тағы біреулер тұрды қасымызда. Бізде дайындық болу керек болды да. Сол кезде үміткеріңізбен қалай деп Индира ханымнан білмеймін, кім, Дария ма, біреу сұрап қалған кезде, нақты есімде жоқ. Сұрап қалған кезде, ой, непонятный, он или она дейді да, ол не әңгіме енді ол. Міне осы дүние ғой, міне жігіттердің арасында постоянно мысқылдап айтып жүретіндер осы дүние, Диана ханым. Диана ханым, мен айтып Тоқта, бір минут тұра тұр. Он ана дейсің. Тоқта, сен ертең тұрмысқа шығасың. Тұрмысқа шығасың. Сенің өмірге әкелген балаң, қызыңнан кейін еретін балаң. Дәл мен сияқты табиғаты болса не істейсің? Он или ана деп отырмайсың ғой. Дұрыс па? Сендер соншалықты ақиқаттарың мықты. Осы жерде отырған қатысушылар, шындықты айтып шырылдаймыз, шынайы бағдарлама дейсіңдер. Шынайылықтарың кәні? Сонда шынайылықтарың осы біреуді кемсітіп, біреудің тобығын сындырып кету ма сеніңкі? Сен не үшін оқыдың 4 жыл? Не үшін сен 19 жыл оқыдың? Өзің айтшы. Сен не үшін диплом алып, не үшін мұғалім болдың? Бәріңіз оқыған адамсыздар, көздеріңіз ашық, көкіректеріңіз ойы. Адамды не үшін кемсітесіздер? Айтыңыздаршы. Он болып біреуіңе барған жоқпын ғой. Мен қаладым, Индира қаладым. Мейлі, қазір тағы да анаң айтатын шығар, мынаға құрығаны шүкір деп. Бұл шындық емес, ақиқат емес. Мені кәдімгідей бар ғой. Жоқ, мысалға үшін, былай айтайыншы. Ізбасар, он или ана десе мен сыртта жүріп. Сонда Ізбасар не дейді? Айтшы. Нұрдәулет, мына жерде мынандай әңгіме ғой, я сіздің жаңағы жан неңізді, айқайыңызды түсініп отырмыз мына жерде барлығымызда да, бірақ енді Индира ханымға сөз жоқ. Енді мен Индира ханымның айтқанында өз құлағыммен де естігем негізі бұндай кішкене мысқылдауды, оны мен мүлдем құптамаймын. Бірақ сізге келетін болсақ, сіз өзіңіз айтып отырсыз, өзім табиғатымды өзгертуге 2 жыл жұмыс жасадым. Иә. Бірақ та сіз өзіңізді қабылдасаңыз да, сіз табиғатыңыз бір бөлек тұрсын. Сіздің іс әрекетіңіз бір бөлек нәрсе, иә? Сіз тиктокта өзіңіз, мысалға, мен кеше көргем 1-2 видеоларыңызды таңғалғам. Ер азамат бола тұра, сіз мысалға табиғатыңызды қабылдай тұра, неге сіз жаңа қыз кейпінде ма, жаңағыдай билеп, кішкене парик кейіп, сондай бір не үшін сіз ондай видеолар түсіресіз? Мен ол не үшін емес, ол алғашта біреу. Дұрыс па? Енді сен соны бір соған бола, мысалға үшін, бір мен емес олай түсіп атқан видеоға шы, мысалға үшін да, бұл жерде емес, бұлай өмірде де бар, қаншасы. Міне, халатты киіп алып, басына орамалды тағып алып, шар менен 2 шарикті істеп алып, отырғандар да бар. Сонда олар ана болып қалды ма? Айтшы.
жоқ енді Нұрдәулет, сіз мына жерде ренжисіз да, жаңағы мені неге мысқылдайды, менің табиғатыма күледі деген сияқты. Ол сіз біздің ғана жаңа Индира ханым тарапынан ғана бірінші рет естіп тұрмағаныңыз сіздің жаңағы бүкіл іс әрекетіңізден көрініп тұр да, сіз өмірде де кішкене сондай бір кезеңдермен встречались. И енді соны мысалға сіз өзіңіз қабылдасаңыз да, сіз наоборот как будто назло мен туралы солай айтсын дегенде как будто барып тиктокқа түсіресіз да, мына жерге келіп өзіңізге өзіңіз противоречите, мен туралы олай айтпаңдар деген сияқты. Әрине андай видео түсіргеннен кейін ер азамат болғасын кішкене сондай мысқылдауға болады. Сен сол видео неше рет бар менде? Ақыр көріпсің ғой, қанша видео бар сондай? Айтшы. 15-30 секундтық бірақ видео, дұрыс па? Егер тағы бар болатын болса, тағы бар ғой деп айтшы. Айтшы. Тағы бар ғой деп айтшы. Ал бірақ сендер бар ғой, көресіңдер ғой. Айтып адым ғой, 2 шарды омырауына қойып алып, халатты киіп алып, еркектер түсіріп атқан. Жоқ, сіз өзіңізге Сабыр, Нұрдәулет мырза, енді кешірім сұраймын, бұл жерде біз сырттағы дүниелер талқыға салмаймыз, әркім өзіне өз ісі үшін жауап береді. Мен өзім үшін, мен оны мойындаймын, салдым. Индира ханым, сізге кішкене таңғалып отырмын, студия сыртына мені алып шығып, кішкене көз жасыңызға ерік беріп, менің үміткерімді ер жігіт осы тұрғыда кемсітті дейсіз де, өзіңіз ас ішетін бөлмеде ол әйел не еркек түсінбей жүрмін дегенге келтіресіз. Жол болсын. Мен өйтіп айтқан жоқпын, Диана ханым. Мен сұрадым, ол қыз кім құптай алады, кім естіді? Диана ханым, мен сөзімді аяқтап жүрейін. Міне қараңыз, Асылбек естідім дейді, Мөлдір естідім дейді, Данияр. Міне жарайды, Мөлдір сізге тиісіп қалса, ер жігіт сізге тиісіп қалса, бірақ Данияр өтірік айтатын ер азаматтардың қатарында емес. Дәлелдесін, Диана ханым. Онда сіз де дәлелдеңіз, ер жігіттің сізге іс әрекет көрсеткен. Мен еріккенен тұрып, ол жерде жыламаймын, Диана ханым. Бірақ үміткер көрмеді ғой. Мен бірақ жыладым ғой. Мен еріккенен жылаған жоқпын ғой, Диана ханым. Үміткермен кездесуді не үшін жылаймын мен? Ойдан құрап алып жылаймын ба, Диана ханым? Қараңыз, сіздің жағдайыңызда сол іс әрекетті көрген куәгерлер деп айтамыз ба, енді жоқ екен, бірақ сіздің сол сөзді айтқаныңызда 4-5 адам ер жігіттен бөлек бар. Өз үміткерлеріңізді солай кемсітетін болсаңыздар, үміткерлерден не жақсылық күтесіздер, одан кейін отырасыздар, көздеріңіз ағып, маған үміткер келмеді, маған әдемі үміткер келмеді, маған басқа да үміткер келмеді дейсіздер. Диана ханым, мен тағы да айтамын, ол ер азаматтар бірінші ол дүниені бастады. Мен аузымнан ол дүние бірінші болып шыққан жоқ. Жоқ, бірінші болып шыққан жоқ. Мен әлі Нұрдәулетті. Жоқ, рахмет, мен Даниярдан ғана тыңдағым келеді, қалай болғанын. Мен қайтып бара жатқам негізі ол кезде. И кім біреу сұрады үміткер жайында. Асылбек сұрадым дейді. Көрдіңіз ба, Диана ханым, не үшін сұрайды менен үміткерді? Не үшін сұрайды? Мен барып сұрамаймын ғой ешкімнен. Мен ешкімнен сұрамаймын ғой сенден үміткерлерің қалай деп. Не үшін менен сұрайсыңдар? Қазір 1 минут тұра тұр, Данияр, Индира 1 минут тұра тұр. Неге сұрайсыңдар Индира ханымнан үміткерді? Данияр 1 минут тұра тұршы. Мазақ қылған жақсы көресің, сол үшін сұрайсыңдар сендер. Индира, мысалға үшін бар ғой. Міне, Бексұлтанға үміткер келеді, Санжарға, Ізбасарға, Бекзатқа келеді. Сонда сендер үміткерің қандай деп сұрамайсыңдар ма? Ал саған үміткерің қандай деп сұраса, сен неге 10 или ана деп айтасың? Сен байқамадың ба, сырласу комнатасын? Мен еш уақытта ешкімнен барып мен сұраған емеспін. Үміткерің қалай деп? Сен сұрамасаң сенен сұрайды, бәріне қызық. Мені бірінші рет көреді, одан кейін қандай екен? Оның сөзі қандай екен? Сендер сырласу бөлмесінде отырдыңдар Дания, сізге тағы да сұрақ. Сол Асылбек сұрақ қойған кезде Нұрдәулет мырзаны кемсітіп сұрақ қойды ма, әлде жай ғана үміткерің қалай деп сұрақ қойды ма? Жоқ, Диана ханым, шынымды айтайын, мен қалай сұрақ қойғанын білмеймін, бірақ бұл кісі кім Индира сөйтіп прикол ретінде айтты. Он или ана деген сияқты ше. Енді көрдіңіздер ғой енді. Көрдік. Сұрақ солайынан қойылды. Жоқ, мен айта кетейінші осы жерде. Жоқ, айта кетейінші, Диана ханым. Жоқ, Данияр, Асылбек, сен айтшы, сен ғой сұрақ қойған. Қалай сұрақ қойдыңыз? Негізі мен еркекше айтайын, ешқандай өтірік әңгімесіз. Асханаға келдім, сағат 12 ма, 12:30 ма сондай. Енді келгенде бәріміз қарнымыз ашып келеді. Отырдым да, саламатсыз Индира ханым, Дария ханым отты, Дария ханым да мойындап бере алады. Айттым, үміткеріңіз қалай? Болды, мен артық әңгіме айтпаймын Индира ханымға. Бәрі сұрайды мына жерде, үміткеріңіз қалай? Асылбек. Сосын сіз айттыңыз, не дедің? Осы жерде мойындамай қойсаңыз, мен сізге вообще сіздер баста сұрақ қойғанда олай сұраған жоқсыздар. Сіздер сұрақтарыңыз былай басталды. Өтірік айтпай ақ қояйын, е? Қалай бастады? Не үшін жалғастырдың деген әңгіме кетті. Бірінші солай ма? Не үшін сіз оны жалғастырдыңыз деген? Уже бір мысқыл кетті ма? Мен уже жауап берім келмейді сендерге. Сендердің шаруаларың болмасын. Мен не үшін жалғастырғанымды? Сонда қараңыз, Индира ханым, сіз жауап бергіңіз келмесе, он или ана деп жауап бересіз бе? Бұл жерде жай ғана үміткерді бір-бірінен, біз де сыртта, эфирге дейін біреуді көріп қалсақ, үміткерің қалай таныстық, не істеп жатсыңдар, қалай болып жатыр деп қана бір үстірт үстінен сұрақ қойып кетеміз. Ал сіз айтасыз, неге маған ондай сұрақ қоясыңдар деп.
ойлаңызшы, неге Бексұлтан сұрамайды, неге Зухра ханым сұрамайды? Ал неге Асылбекке сұрауға болмайды? Өйткені білем да, Асылбек сондай мысқылдауға жақсы. Мен адам кім сұрайды, Диана ханым? Сразу белгілі кім қалай мысқылдау сұрайды. Кім? Индира ханым, мен де сұрадым сізден осы жерде отқан кезде. Данияр, Үміткеріңізбен не үшін жалғастырдыңыз мен сұрадым сізден. Аха. Сіз маған не деп жауап бердіңіз? көрдің ба? Әне тағы да мазақ қыл. Не үшін Мазақ емес. сендер неге шаруаларың бар? Мен не үшін жалғастырғанымда? Не үшін? Дәл солайынан жауап па сендерге? Какой привет, такой ответ болады, Данияр. жоқ, мынандай нәрсе ғой, қазір енді Индира ханымға біраз нәрселер ашылғаннан кейін кішкене сасқан үйрек артымен жүреді дейді ғой, сол сияқты бір неге сұрайсыңдар, менен сұрамаңдар деген сияқты заттар айтып жатсыз да. Егер сізге біреу мысқылдап сұраса, сен не үшін мысқылдап сұрап тұрсың? Үміткерім жақсы деп жауап беріңіз, болды. А сіз сол тура мысқылдап сұрады ма, қалай сұраған, мен ол жағын білмеймін, бірақ сұраған кезде сіз олай қара, Нұрсұлтан, жаңағындай әзілмен болса да жарайды, қарашы енді. Қарашы, мысалы қанша үміткер келеді, айналдырған бір 5-6 ауған ашар, ана шал келген кезде де тағы мазақ қыласыңдар. Неге ашылды? Неге аштың? Ашта неге жалғастырмадың? Индира ханым, өтініш сабыр, жыламаңызшы. Айтып тастайын. Сонда дауысыңыздың тонын, үнін сәл төмендетіп, өйткені әлеуметтік желіде де барлығы бізден қорқып шошып жатыр. Неге шыңғырып кеттіңіздер деп? Просто мынандай да, бұларды жалғастырсаң да неге жалғастырдың? Жалғастырмайтын болса неге аштың, шырман деп сол шалға да солай айтылды. Одан кейін анау Түркістаннан келген кісіге де айтқам, жарайды, ұнамады ма сразу ашпай-ақ та қойын, өйткені жалғастырмаймын дедім. Бірақ бұл дүние қайталана береді да, қатысушылардың арасында. Мүмкін сендерге жақсы үміткер келіп жатқан шығар, әдемісі де жақсы, бірақ сіздер мысқылдап сұрайсыңдар, мен білем. Сендер еш уақытта шын ниетпен сұраған емессіңдер. Индира ханым, мен бейтарап адам ретінде сізге айтайын, қазір сіз әңгімені мүлдем басқа бағытқа бұрып кеттіңіз. Ата дедіңіз, неге мені мысқылдайсыздар үнемі, я? Бұл жерде мейлі Данияр да, Асылбек те, ер жігіт те мысқылдап сізге тиіссің, сіздің үміткеріңізге тиіссін, бірақ сіз ол мысқылға міндетті түрде мысқылмен жауап беру керек емессіз ғой, мазақпен. Солай мысқылдап сұрады ма, мен мысқылдап жауап бердім. Жарайды, барлықтарыңыз кінәлісіздер бұл жолы. Жоқ, бұл жерде Индира, сен дұрыс түсінсе, білмеймін, қаяқтан келіп отқан анау жас қай бұлақтан ағып жатыр. Жыламаса сен, жылама. Сен мына жерде отырған өзіңнің бір столда отырып, бір нанды бөліп жеп, обедтеріңді ішіп жүрген адамның сөзін көтере алмайсың да, сырттың сөзін қайтып көтеріп жүрсің. Байнана, мен Нұрдәулет, мен еш... Сені мысқылдап сұрады ма? Мен саған мысық емес, маған оны деп айтатын. Ал бұлар мысқылдап сұрады ма, сен бұларға көкірегіңді тосып тұрып айт. Ол осындай адам деп бітті. Диана ханым, сен неге олай айтасың? Ал одан кейін сен келесің өзің шығарып аласың, жіптің басын шығарасың. Ізбасар алып кетеді инені. Одан Зухра келеді, оны сабақтап алады да, тігіп алатын қағаны. Ал не істейсің? Ал сонда барлықтарың бар ғой, мына шетте бар ғой, ол мысалға үшін мен сендерге тағы да айтам бар ғой. Басымды кессеңдер, кесіп алыңдар, мен осындаймын. Мен осы мінезіме бола бар ғой, ең өзімнің жақынымда бар ғой, дәл осындай. Мен өзіме неғылып, маған қатты ол айтқан, сен өзіңді жөнде деген. Өзгенің сөзімен, өзгенің шошайтқан қолынан өзіңді жөнде, одан кейін жұрттың көзімен қолы түседі деді. Сонымен жаңа алыстым. Соныменен отырдым да, болмаған екен, жаңағы жағдай болды. Ақырында мен айттым, менің табиғатым екен, қайқа қарсы шығам дедім. Одан кейінен, ана шаш менде жабысып қалған жоқ. Мәңгілік тұрмайды да ол. Оны 5-ақ секунд тұрды. Дұрыс па? Одан кейін бар ғой, мысқылдамақ түгілі. Басқа қылсаңдар да бар ғой, менің басымды кессеңдер, кесіп шынайы бағдарламама, шынайлықтарын көрсетіңдер. Өтіріктен көздерің жасын төкпеңдер. Біріңнің пікіріңді бірің көтермейсіңдер ма? Айтпаңдар. Бұл жерге сендер дос болып келген жоқсыңдар. Дос істеген жоқсыңдар. Әрқайсың өздеріңе керек жарларыңды іздеп келдіңдер. Нұрдәулет, сенің ішкі ренішіңді түсіндік, бірақ мен саған нақты айта салайын. Дәл сенің тарапыңа қарай ешбір қатысушы, мен өзім куәмін. Ешқандай мысқылдаған да жоқ, кемсіткен де жоқ. Просто жай ғана сұрақ қойды. Үміткеріңіз қалай? Жақсы болып отыр ма деген тарапта. Алында ары қарай бүлінетін нәрсе бүлінді. Нона ханым. Индира ханым, Индира, мен айтып жіберейінші, мына жерде айтып жатсыздар ғой, басқа осы жердегі қаншама қатысушылардың ішінде мен Асылбектің қаншалықты қарапайым екендігін білем. Бұл бірде-бір, бұл жерде бір қатысушылардың тарапына я мысқылдап, я бір ауыр сөз айтып, я бір қыз баланы ренжітіп, боқтап, ауыр сөз айтатын жігіт емес. Және де бұл сұраса да жай ғана тілмен сұрады. Индира, мен білем, Асылбек мысқылдамайды. Мысқылдайды. Сен
болған жоқсың ол кезде. Біз о баста біз бір бірімізге ұрсып жүрген кезде Жоқ, мысалдау маған деген Ванга бітпеген деген жоқ, қазір бір айтылған минут тұрады. нәрселер. Сен Индира, болған неге жоқсың, сен ақ бәрін біліп қоясың, сен ақ бәрін көріп қоясың? Неге Асылбектің қойған сұрағын басқа адамдар гараң болып көзі көрмей қалады? Ер жігіттің көрсеткені, мені мысқылдап көрсеткені не ап? Сен бір өзің көресің, біз ізбасар екенбіз, соқыр емеспіз ғой. Соқыр болса қалай жүріп барды сенің қасыңда? Бізді жетектеп барған жоқсың ғой. Мақұл, мені сен жетектеп бардың, рөл ұстап барған ізбасар да соқыр емес қой, мақұл. Ол мақұл, мысқылда. Бірақ сен болашағыңа қатты жоспарды құрғансың ғой. Бірақ ертең сен менімен емес, басқа біреуменен оттан құрасың, үй боласың, жай боласың. Қызыңның артынан ұл келеді. Ұлыңның табиғаты осындай екен деп. Оны ана деп отырмайсың. Сен сол кезде соны жабасың. Мен саған үміттеніп келдім, үміткерің болып келдім. Сен айтасың, жақсы, сөзі бәрі жақсы, тағы бір көреміз болды. Басыңды мына Асылбек кесіп алған жоқ қой, кесіп ала алмайды да. Кесіп ала алмайды. Вот именно кесіп ала алмайды. Кесіп алған кезде ол сұрағыңа жауап маған дұрыс қайтармадым деп сені өртей жібермейді ғой. Сен дұрыстап жауап бермейсің ба? Дұрыстап жауап беріп отырмын. Сен көшеде де мысалға Какой привет, такой ответ был. Болды. Солай айтылды ол дүние. Сосын тағы да айтқым келеді Нұрдәуле. Бұл жерде мен саған айтамын, неге сезгішсің? Иә, мен сондаймын. Мен бұрыннан сондаймын. Осы жерде көп нәрсе энергетикамен айтамын. Көп нәрсені сезіп айтамын. Ұнаса да, ұнамаса да мен солай сөйлеймін. Өзімнің болмысым сондай. Мен саған айтқан жоқпын ғой, сенің болмысың неге осындай деп сұрақ қойдым ба саған Нұрдәулет? Жана ханым, айта кетейінші мен. Оңашада отырған кезде сондай сұрақтар қойылды ма? Жарайды, энергетика туралы әңгімені қоя тұрайық, Ақтөре. Нұрдәулет мырза, енді мынау жана табиғатыңыз жайлы енді ашуланып жатсыз ғой, бірақ енді табиғатыңыз өзіңіздікі ғой, бірақ енді жобаға қатысты не қатысты, сіздер өтірік, бұл шынайы жоба емес па? Неге өтірік жылап отырасыңдар? Біз қашан өтірік жыладық, соны айтып кетесіз ба? Сіздің табиғатыңызға біз ештеңе деген жоқпыз. Сіздің жобаға қарсы шығасыздар, айтасыздар, жобада сіз отырсыңдар, сендер өтірік отырсыңдар. Кім өтірік отыр? Мен өтірік отырмын ба? Мен өтірік отырмын ба? Айтыңызшы. Мен де сіз құсап айқайлап сөйлеймін ба онда? Сен айқайлап жетпейді ау, Ақтөре. Даусым жетпес, Жана ханым, шыны керек, тыңдап отырмын. Дұрыс табиғат. Сабыр, енді өзара тағы да бір соғыс басталып кетпесін. Бізде тағы да жарнамадан кейін Ақтөре жобада шын отыр ма, жоқ па, бірге білеміз. Өзімізге келіп, ашуға емес сабырға түсіп, даусымыздың ырғағын да үнін де сәл басып әңгімелессек, ортада әлі Индира ханым және Нұрдәулет мырза ушығып кетті. Мәселе бұл жерде мазақ қылдыңыздар, басқасы деп жатыр. Индира ханым? Мен бірінші кімге Нұрдәулетке айтқым келіп отыр. Нұрдәулет, мүмкін сізге солай көрініп қалған шығар. Мен жаңа қатысушыларға қалай бар солай жауап бергенім сізге сол жүрегіңізге батып кетіп отқан шығар. Сізден кешірім сұраймын, егер сол жүрегіңізге батып кетіп отса. Өйткені расымен мен сондай адаммын. Қалай бар солай жауап беремін өздеріне. Өйткені кім жылулықпен сұрақ қойса, жылулықпен жауап бердім. Кім мысқылдап жауап берді, дәл солай мысқылдап жауап беремін ол қатысушыларға. Сол үшін менің тарапымнан сізден кешірім сұраймын, егер сізге қатты тиіп кетіп жатса. Сізде мен бірақ осы уақытқа шейін сізге еш уақытта айтқан емеспіз, сіздің болмысыңыз туралы ешқандай не қозғаған емеспін. Наоборот, сіздің қызыңыз туралы сұрадым. Қазір қызыңыз қалай әкеліп жүрсіз, қалай көрісіп жүрсіз қызыңыз туралы деп. Сол үшін бағана сіз маған айтып қалып жатсыздар да, жаңағы ертең сізде ұл туасыз, ұлыңыздың болмысы осындай болса не істеріңіз, ондай қарғыс сөздер айтпай ақ қойыңыз. Өйткені бәріміз пенде болғаннан кейін мүмкін қателесеміз ондай дүниелерде. Сол үшін сіз де ондай дүниеге ренжімеңіз. Мүмкін сіз басқаша көзбен қарап қалған шығарсыз, басқаша көзбен қабылдап қалған шығарсыз. Сол үшін мен сізден тағы да кешірім сұраймын. Ренжімеңіз, жүрегіңізге қатты қабылдамаңыз. Сіз қалай барсыз, солайсыз, өзіңіздің жалпы неңіз, болмысыңызда. Мен сізбен даже оңаша сөйлескеннің өзіңізде айтып қалған болатынсыз, керемет сондай достық қарым-қатынас шығады деп өзіңізде айтып қалған болатынсыз. Расымен мен сені толықтай түсінемін, толықтай сенің жаңда отқан кезде, әңгімелескен кезде, даже сені де тыңдап отыратынмын, даже әңгіменің өзі. Қызық болмаса, мен даже тұрып та кетіп қалар едім, Нұрдәулет. Сол үшін жаңа мына жерде артық дүниелер айтылып қалып жатыр ғой. Жаныңа батса кешірім сұраймын тағы да. Одан кейін мен айта салайыншы. Так, ең бірінші Ақтөре, егер саған қатты не қылса, Жоқ, кешірім сұрау басталып кетті ғой, негізі жаңа әңгімені бітіре салайықшы. Жоқ, мен маған тиіп атқан жоқ. Одан кейін барша айта салайыншы, Нұрдәулет мырза, енді бағанан бері сөйлеп жатсыз ғой, сізді мен нені байқадым айтайын ба, сіз өткенде бір келдіңізде, обществоға бізге тиіскен, сізге позиция жақсы екен да, сендер жұлдызсыңдар ма, сендер қалайсыңдар деп бір тиісіп кеттіңіз бізге. Бүгін тағып отырмын.
сендер шынайы емес, сендер өтірік жыладыңдар деп. Сіз менің киген аяқ киім киген жоқсыз, мен жүрген жоқсыз сізде. Дұрыс па? Біз де осы жерде шынаймыз. Қалай біз өтірік жылаймыз? Егер біз актерствоны оқып келсек, біз жылайтын шығармыз. Бірақ мен де қарапайым ауылдың баласын, стройкадан, кондуктордан, бәрінен келіп спортқа келіп, осы жерге келіп, өз жарымды іздеп отқан адам, сіз біздің жобаға келіп тиісіп отқан ертең халық ойлайды, мыналар өтірік екен ғой, өйткені сіз сырттан келіп отырсыз ғой. Сіз даже бір өзіңіз ойнатып отырған жоқсыз. Сізде өзіңіз табиғи неңіз бар, дұрыс па? Бізде табиғи. Сол үшін сізге айтып отқаным ғой, сізге былай бізге қарай қарсы шықпаңыз, сізді сыйлап отырық. Диана ханым, мен Сізге амандасып шыққаннан кейін ассалаумағалейкум, қалайсың братан деп те амандасамыз ғой. Егер де біз жұлдыз болып, или болмаса біз өтірік жүрсек бүйтіп өтіп кететін едік қой қасыңыздан, дұрыс па? Жоқ, ол нәрсе қазір жарнамада да айтылды ғой. Егер де барша мына Қазақстан қанша миллион адам қарайды ғой. Мен сіздердің баршаңызға, сіздердің намыстарыңызға тиетін менен эмоциямен қатты шығып кетіп жатса, баршаңыздан Диана ханым және мына Қосылаяқтан кешірім сұраймын. Менен қатты өтіп жатса, егер де мен оны байқамадым, менікі дұрыс емес екен де жаңа сыртқа шығып, суымды ішіп, менікі дұрыс болған жоқ бұл жерде. Бәріңізден, Диана ханым, сізден де кешірім сұраймын. Қосылаяқтан және бүкіл барлық қатысушылар, мен сіздерден кешірім сұраймын. Одан кейін... Диана ханым, мен айтып кетейінші мына жерден. Енді бұл жерде Нұрдәулет мырзаға ренжудің несі жоқ, қажет жоқ. Негізі бұл жерде бәлем бәрін бастап отқан Индира ханым ғой. Негізі өзіңіз мысқылдаған болатынсыз. Мен сізден мысалға басқа қатысушылар келіп сұраса, үміткеріңіз туралы мен сізден сұраған жоқпын, сіз өзіңіз келіп маған айттыңыз. Негізі андай проекция деген бар да, психологияда бар ғой, проектор бар ғой, экранға былай шығаратын, бейне шығаратын. Солай бар да, адам ішінде өзінде не бар, соны жұрттардан көреді, өзіңіз мысқылдадыңыз да, Нұрдәулеттің көзінше как будто біз мысқылдаған сияқты қылып сөйтіп көрсетіп отырсыз. Жоқ. Ал нәтижесінде Нұрдәулет мырзаға жоба шынайы емес болып көрініп отыр. Сен мөлдір ренжімеші, баяғы кепіңе қайттан киініп алыпсың ғой. Қайттан бастайын дедің ба? Нені бастайын деді ме? Маған енді баста осы жер кейін келді жаңағы. Жоқ, мен объективті пікір айтып жатырмын. Маған соғыс ашты ғой баста келді. Жоқ. Сен бұрынғы кейіпкеріңе қайттан киіп келдің. Мен айтып отырмын. Қазір сіздікі ең жақсы қорғаны сол шабуыл стратегиясы болып жатыр, иә? Қатысушылар жай ғана өздерінің ой пікірлерін білдіріп жатыр. Солай айтып жатырмын. Жаңа Нұрдәулеттің өзіне де айтып жатырмын. Иә, қатысушыларға мысқылдап сұрақ қойылды ма, мен мысқылдап жауап бердім деп, содан да мен кешірім сұрап отырмын. Осы логиканы түсініп отырған бір жан бар ма? Маған мысқылдап сұрақ қойды, бірақ мен сол мысқылға әдейі мысқылмен жауап бердім дегенді бір түсініп отырған жан бар шығар. Ешкім, Индира ханым. Диана ханым, қандай жауап күтеді адам мысқылдап сұрақ қойғанда? Сол жауапты күтеді ғой. Сіз біреуге жауап бермеңіз, сіз өзіңіздің қандай адам екеніңізді көрсетіп, дұрыс жауап беріңіз. Мейлі Асылбек тиіссін, мейлі ол сізге тиіссін, үміткеріңізге тиіссін. Бірақ сіз жауап беру керексіз ғой, дұрыс. Енді қараңыз, Диана ханым, алдында ана жас баламен жүрген кезде, бізде бәрі жақсы деген кезде, олар сұрай береді, қалай ол жақсы? Айырмашылық бар емес па деген сияқты артын қазбалай береді. А егер бұлардың керек жауабын жауап берсең, бұлар сенің қасынан кетеді екен, сен қасынан қалмайды да уже болды. Одан кейін сұрақ та қойылмайды. Просто адамның ойына қандай жауап керек, сол дүниені айтсаң бұларға, болды, жоламайды саған. Жоқ, тағы бірден айта кетейінші, бұлар деп сіз қаяқтықсыз сонда, бұл біздікі жақты ма, или ана жақты ма? Сырласуда жүрсіз, бұлар деп бізді қайта бұйтып атсыз да? Болды, қоясыз. Бұлар деген бүйтеді, бұлар деген... Ақтөре, сізді де сабырға шақырам, Бекзат. Айта кетсем ғой, қаншама уақыт өтті уже. Былай ғой, просто былай түсініп отырмын да, мен мысалы жаңа сіз айтып отырсыз ғой, мысқылдап сұрақ қойды, мысқылдап сол ответ бердім десе, қандай жауап күтті, сондай нәрсені бердім. Сізден бірге Индира ханым миллион беріңіз десе, сіз күткен миллион бере салмайсыз ғой. Сіз өзіңіз не бар, соны айтасыз. И просто былай болып тұр да, келдіңіздер мысалы жарайды, допустим, мысқылдау болған жоқ, ер жігітпен жанеге бір нәрсе көрсетті, болған жоқ, шықтыңыздар, не айтасыз? Фото, видео жоқ, әңгіме жоқ. Келдіңізде ер жігіт тықтыңыз, ер жігіттікі бітті, енді мысқылдау болды. И өзіңіз просто Индира ханым былай айтып қалдыңыз да, ер жігітке сіз даже уже осы жерде отырып, негізінде мен байқағам, бір-екі рет өзіңіз мысқылдап жібердіңіз. Себебі ер жігітке тұрып айтыңыз, ер жігіт саған қаншама әдемі, жақсы үміткерлер келіп жатыр, маған келіп тұрған жоқ шығар дейсіз. Сонда уже мына үміткерді как будто бір әдемі емес деген сияқты айтып тұрса, бір-екі рет солай айтып. Жоқ, Индира ханым айтып қойшы, өтініш, одан кейін болды сөйлемеймін. Одан кейін былай, кім кепіл, кейін осы үміткермен арақатынас тоқтаған кезде, басқа үміткер келген кезде, осындай у шыққан кезде, осыны кісіні тағы мысқылдамайсыз. Себебі осы кісімен осы әңгіме болып жатқан кезде сіз бұрынғы үміткерлеріңізді маған ана шал келді, маған анау келді, келесі жол шыққан кезде маған анау осындай 10 или ана деген үміткер келіп еді ғой деп айтпайсыз ба?
өтіп кеткеннен кейін тағы да мысқылдауыңыз мүмкін. Жоқ, ол сөзі- Өзіңіз талып қалдыңыз да енді Бекзат- шыға алмай каждыйына атылып Жоқ, жатсыз сен просто. қазір ол сөзді өздерің айтып отырсыңдар. Сол үшін бұл жерде ренжімей ақ қойыңдар. Сендердің қандай жауап күттіңдер, мен сол жауапты қазір бір минут мен айта салайыншы. Иә, айта салыңыз. Индира, сен бар ғой, иә? Мына жақта өзің ор қаздың да, соған түсіп баратып, бір қолыңды бүйтіп жардан ұстап тұрып, мына жаққа жауып кетіп жатсың. Бір, екі, Нұрдәулет, кім? өзің Тоқта, білесің. Индира, тоқта. Одан кейін бар ғой, сені Асылбек сенен мысқылдап сұраған екен. Ол сені таспен ұрды ма, сен оны аспен ұр, сенің дәрежең өседі. Ол мысқылдаған екен, сен оны неге қатарына түсесің? Ал одан кейін бар ғой, мені де басқаны да мысқылдаудың керегі жоқ. Мысқылмен қайтармай ақ қойшы. Дұрыс па? Бұдан кейін саған қаншама үміткер келеді. Қаншама үміткер келеді. Сен әрқайсының үстінен анау шал, ананың сөзі ұнамады, ананың көзі ұнамады, ананың бұл. Сен мына жерде бар ғой, үйленіп тұрмысқа шығып кете алмай қаласың. И өмірде де шыға алмай қаласың. Сен әрқайсының үстіне мін таға берсең, ана, она, бұна, суна деп жүрсең енді. Сен сол кезде 40-қа келіп 50-де аттаған кезде, қызың екеуің отырып қалған кезде, сонда неге мен она, ана, сана деп атырдым екен деп өкінесің. Сен қазір мына шетте бар ғой, мына шетте отырсың да, маған әлі бұл кетсе, ана арба кетеді, келесі арбаны жеп кете берем деген нәрсе емес бұл жерде. Одан кейін бар ғой, таныстық тоқтайды. Алдыңнан адал жар келсін, әкеңе адал, қызыңа адал әке келсін. Бақытты болғаныңды қалаймын, бақытты бол. Бақытты болыңыз. Өмірде мәңгілік адамнан мін іздеме, өзіңнен мін іздеп, өзіңнің жолыңды турала. Одан кейін баршаңызға бақыт тілеймін. Мына шетте әрқайсыңыздың үміттеріңіз мерге келген. Үміттеріңіз ақталып, мейірімді жар, мейірімді күйеу, жігіт жолықсын. Бәріңіз бақытты болуға лайықсыздар. Бәріңіз бақыттарыңыз тауып кетіңіздер. Сізге де көп рахмет. Жалпы келгеніңізге рахмет. Бірінші алғаш рет осы эфирге шыққанда әр сөйлеген сөзіңіз, әр білдірген пікіріңіз өте орынды болып жатты. Кей жерде біреуді шымшып кеттіңіз, тиісіп кеттіңіз. Ол да негізінде орынды болды, ол айтылмайды емес, айтылып жатқан сөздердің бірі. Сондықтан сізге де ақ жол тілейміз. Енді егер сіздің тарапыңызға, біздің қатысушылардың, я Индира ханымнан ауыр сөздер, я мысқыл, мазақ болса, мен кешірім сұраймын сізден барлығының атынан. Ренжімеңіз, өкпелемеңіз. Мен егер де осы шынайы бағдарлама күмән тудыратындай жағдайларды тудырсам, мен тағы да кешірім сұраймын сіздерден. Диана ханым, сізден сұраймын. Қосылайық редакторлеріне кешірім сұраймын. Барлығынан кешірім сұраймын. Эмоциямен барлығы шығып кетеді екен. Мына шетте отырып алып, үйтті деп біз сыртта жүрген кезде өзімізде ойлайтынбыз үшін неге осылар кәдімгідей шығып кетеді екен. Бірақ сіздер мені кешіріңіздер. Көрген жерде бәріміздің сәлеміміз болсынша. Бәріміз бақытты болайық. Мүмкін мінерге келіп бағым жанбаса, қазір мен шығып көшеде бағым жанып кетер. Мүмкін алдымнан шығар. Ешқандай барлықтарыңыз жақсылықтан үміт үзбеңіздер. Біздің алдымыз жарқын, жарық өмір көп бізде. Қызықты өміріміз өте көп. Бақытты болыңыздар. Рахмет сізге, Нұрдәулет, сау болыңыз.